Баршаға сәлем достар, сіздермен Султан Фильмс. Достар, бүгін Великая битва киносына шолу жасайтын боламын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса етіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Барлығы Қытай императоры Тайзунның Кореяға басып кіруінен бастау алды. Оның жоспарлары соншалықты ауқымды болғандықтан, барлығы оны соғыс құдайы деп атайтын. Бірінші Корея әскерінің генералы Йон Тайзунды талқандау үшін 150 мың қалың қолмен шабуыл жасамақ. Ал Тайзун мұны алыстан қарап тұрғанда, тағы бір Қытай әскері тұтқиылдан шабуыл жасап, Йонды тезірек кері қайтаруға мәжбүр етті. Әскерлердің бірінің есімі Самуыл. Ол өмірден озған бауырын алып бара жатқан еді, бірақ оны қалдыруға кеңес береді. Себебі оның күші ертеме кешпе таусылары анық. Сосын император Тайзун генералдарымен келесі қандай қадам жасайтындарын ақылдасады, және олар оған қоса Кореядан болашақты болжай алатын медиум қызды ұстап алған екен. Медиум бір садақ пен жебені қасиетті санайтын. Әскерлер өз ойларымен бөліседі, және ақыры қамалдың ішіне іріткі салып, өздеріне өздері айдап салмақ шешімге келеді. Кореялықтар арасынан генерал Йон қамал келесі мақсат екенін аңғара бастады. Және сатқын Янгты бір жақты етіп, Самуылға міндетті түрде Астанаға қайтып келуін айтады. Кейін Самуыл екі әскерді кездестіріп, өздерінің капитандарына алып баруды өтінді. Бірақ олардың жолын бір ер адам бөгейді. Бұл Ян екен. Олар аттарды тексеріп болған соң, Янның күзетшілері патрульдің тыңшы екендігін біліп, өлтіріп тастайды. Бірақ Самуыл жаулап алушылардан қашып келе жатқанын айтып, енді Ансиге қызмет еткісі келетінін айтады. Осыдан кейін Ян оны жайына қалдырып, бірақ байлаулы түрде қамалға алып келді. Ал қала ішінде халық бір-бірімен қырылып жатты. Ян келіп олардың доғырларын айтып, жұмысқа кірісуді өтінді. Халуа қала қабырғаларын салушылар арасында еді. Кейінірек Ян Йоны сатынға теңейтінін білетінін айтады, және өзінің оң қолымен жақын жолдастарын таныстырды. Бұлар Чу Халбо және Пунгу. Ян Самуэлге үнемі қасында жүретін лауазым береді. Кейінірек Самуэл Янның артынан еріп, оның құрметіне баласының есімін Ян деп қойған отбасыға келеді. Және Самуэл осы жерде жергілікті халық Янды жақсы көретін түсінді. Осылайша жаңа күн келіп жетеді. Және Самуэл Чуннан Янның кім екенін сұрады. Жауап ретінде Чун Анси Янсыз өмір сүре алмайтынын айтады. Бұл сәтте Ян пасуаны іздеп жатыр еді. Жігіт өзінің бауырымен уақыт өткізіп жатқан жерінен ұстап алып бір жақты етпек болады. Бірақ Пек Янды тоқтатып қалады, және оларға қытайлық отряд жайлы хабар келеді. Яғни Қытай армиясының келуіне де көп уақыт қалған жоқ. Соғысқа дайындық басталып кетеді. Ян Самуэлге сақалын алуға бұйрық берді. Әрине бұл тапсырманы орындауға таптырмас мүмкіндік, бірақ Самуэлдің қолынан келмейді. Ян оның қолына қарап, барлығын түсінді, және Самуэлдің осында өзін өлтіруге келгенін айтады. Оған қоса жігітке оның әлі тапсырмасын орындауға мүмкіндігі болатын айтып кетіп қалды. Сосын олар өздеріне бірнеше есе көп қарсыласпен майданға түседі. Ян армиясын қанаттандырып жатқанда, қытайлықтар тас атып бастайды, бірақ олар қабырғаны тесіп өтуге қауқарлы емес еді. Кореялықтар арасында жақсы садақшылар да көп. Олар оңайлықпен жаудың санын азайта алады. Ал олар тіпті қамал ішіне кіріп келгенде де оларды кезекте тұзақ күтіп тұр еді. Бұл Тайзунда әскерін қайта шегіруге мәжбүр етеді. Шайқастан кейін Самуэл Янның денесіндегі жараларды көрді. Ян болса Самуэлға тиіспейтінін айтты, себебі оның орнына тағы бір тыңшы келетін. Самуэл Янға қару тіреп, неге Йонның бұйрығын орындамағанын айтады. Ян бұл жерде қорғауға міндетті емес екенін жеткізді. Егер ол армиясын Йонға жібергенде, бұл қамалдың құлауы анық екенін айтады. Түнге жақын қамалды алуға екінші мүмкіндік жасалды. Бұл жолы мұнаралар көмегімен ер адам кіріп келіп, Самуэлдің сатқындығын көреді. Ал Ян болса соғыс алдында оны тоқтатып қалды. Бұл сәтте жау әскері мұнаралардан шығып жатқан болатын. Ян май толтырылған қаптарды алып келуді бұйырады, және оларды жарылғыш бомба ретінде қолданды. Шайқас кезінде Ян өле жаздайды, бірақ оны Самуэл құтқарып қалады, және жау қайта шегінді. Бірнеше күннен кейін Ян есін жиды, және ешкімде Самуэлдің адалдығынан күмән қалмайды. Ал император Тайзун медиумнан болашағын сұрап, кейін үлкен мұнаралар құрғыза бастады. Ал медиум қамалға қашып келеді. Өзімен бірге келі садақты алып келіп, белгінің барлығын айтып береді. Самуэл Астанадан көмек сұрауға кеңес берді, бірақ олар көмектің келуінен күмәнданады, және олардың бірі шабуыл жасауға шақырады. Себебі императордың құрылғысы аяқталмаған еді. Пек бұл ажалға қарай жүгіру екенін айтты. Ян өзге амалдардың жоғын алға тартады. Енді Пек неге Пасы өзімен қоштаспағанын ойлайды. Ал Пасо қайтып келетінін айтады. Айлы түнде олар шабуылға аттанды, бірақ келіп жетіп тұзаққа түседі, және қалаға тек Пассо ғана келді.
Ол олардың тұзаққа түскенін айтып, өмірден озады. Бұл медиумның император жақта екенін білеміз. Медиум оларға жай ғана берілуге кеңес берді. Себебі олардың болашағы қорқынышты болатын. Самол медиумды өлтіріп, бұл қамалдың құлауы мүмкін еместігін атап өтеді. Пек таңға жақын ойланбай әрекет жасап, қаза табады. Бірақ оның денесі қайтарылып, Жобты бірге жерлейді. Үзілісті пайдаланып Самол Янға келіп, Ансиге көмек сұрайды. Ол Янды жау деп санамағанымен, олар екеуі де бір ел үшін күресіп жатыр еді. Бұл сәтте Янға ойнап жатқан балаларды көріп, бір ой келеді. Бұған еңбекшілер келісе кетеді. Жергілікті топырақтың сырын білетін олар, егерде қытайлықтар астынан ор қатса, жердің ойлап түсетіні анық еді. Лезде қазу жұмыстары басталып, 1-2 күнде жоспарлаған іс бітеді. Тек кейбір тіреулерді құлату керек болатын. Бірақ керек емес, жаңбыр жауып, су басып қалады. Ештеңені өртей алмаған олар, барлығын өз қолдарымен жасап, мәңгілікке осында қалады. Есесіне құрылыстың барлығы құлап, Қытай әскері жер астына кетеді. Бұл Ян мен армиясына қарсы шабуыл жасауға мүмкіндік береді, және жау әскерін қуып шығады. Император жеңілісті көтере алмай, тоқтамай шабуылдауды бұйырды. Соғыс соншалықты ұзақ болғаны тіпті жебелер бітіп қалады. Сондықтан Ян қасиетті жебені алып, Құдайдың көмегімен соңғы оқты атпақ еді. Бұл сәтте императордың элиталық отряды шабуылға шығып жатты. Бірақ бұл Анси жауынгерлерін қорқыта қойған жоқ. Олар батылдықпен қарсы тұрып жатты. Ал Янның жебесі тіке императорға барып, Тайзун ауыр жарақат алады. Оған қоса генерал Йон жіберген көмек келіп, жауды қуып шығып жеңісті тойлайды. Бірнеше жыл өткен соң император қаза табады. Ал Анси гүлденіп тыныш өмір сүріп жатады. Самол болса Астанаға қайтатын жеткізді. Ян оған қалаған кезінде қайтуына болатынын айтады. Себебі онда мұны барлығы құшақ жая қарсы алатын. Достар, осымен киноның соңы. Егер ұнаған болса, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше.